Ислам соңғы ғасырында тұр, ол Мәхди шығатын ғасыр. Пайғамбарымыз, егер адамзаттың дүниеде тұратын уақытын бір күндіз десек, мен түс ауған екінті намаз уақытында келген болам, қиямет тым жақын дейді. Міне бұл 1400 жыл бұрын айтылған сөз, үлкен қиямет өте таяу, бірақ қиямет Мәхди Хазірет келмей орнамайды. Пайғамбарымыз ислам дінінің 1,5 күн, яғни 1500 жылдай тұратындығын айтқан. Ал біз өмір сүріп жатқан осы кезді ақыр заман дейді. Ол осы 1500 жылдың соңғы ғасырлары, бұл кез жамандық ең шыңына шыққан. Шайтан халифатының заманы, бұл кез мұсылман өте көп, бірақ тым нашар заман, себебі олар исламды дұрыс ұстанбады. Осы 1500 жылдың ең соңғы 40-50 жылы Мәхди мен Иса Хазіреттің заманы болып, Алланың Құранда айтқан, кәпірлер ұнатпаса да, Алла нұрын толықтайды деген сөзі шыңға асатын заман. Демек Мәхди Хазіреттің шығуымен дүние күрт өзгеріп, исламның ең соңғы 40-50 жылында бүкіл адамзат мұсылман болады, күллі әлемге ислам орнайды. Мәхди Хазіретті пайғамбарымыз сүйіншілеп айтып кеткен. Ол ақыр заманда адамзатты құтқаратын мұғжизалы тұлға. Оның шығуы тым жақын. Бұны шайтан өте анық біледі. Сондықтан оны сезген шайтан жанын қоярға жер таппай құтырынуда. Сол үшін мұсылмандар ешқашан үмітсізденбеу керек. Алда Мәхди Хазірет келе жатыр, күл ғасыр келе жатыр. Қазір түн ортасында тұрмыз, таң атқалы аз қалды. Күллі адамзатты тажал мен шайтаннан құтқаратын Мәхди Хазірет бар. Ол Алланың шық деген әмірін күтіп, сақадай сай тұр. Ол шыққанда электрді бір Аллаху акбармен жоғалтып, мұнайды жанбайтын, оқта атылмайтын етеді. Технология дәуірін әп-сәтте күйретіп, мұғжизалар дәуірін орнатады. Мәхди Хазірет жоқ деу пайғамбарымыздың хадисіне қарсы шығуға жатады. Ол бір үлкен надандық, ал Мәхди Хазіретті күту қажетсіз деу де надандық. Себебі Мәхди Хазіретті күту адамдарға сауап әкеледі, иманға қуат береді және үміт сыйлайды. Пайғамбарымыз алда келе жатқан жақсылықты күтуде құлшылық дейді. Демек Мәхди Хазіретті күтуде құлшылық, ол намаз, садақа, жақсы сөз сияқты сан түрлі құлшылықтардың біріне жатады. Оны үмітпен күтелік және тез шығуын әр дұғада тілейік. Ол келмей дүние халі күннен күнге бұзыла берер. Ұрпақтарды иман мен ислам жолында сақтау тым қиын болар.